Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін ерке сылқым күйін үйренеміз. Тапсырыс бойынша домбыраларыңызды қолыңызға алыңыздар, ал біз кеттік. Деп кете береді ағарай. Ұстайсыңдар, астынан 6-шы пернені ұстайсыздар. Бұлай да ойымы. Бұлай бар, болмаса. Осылай да бар, мен мына түрін үйретем. 6-шы пернені ұстап тұрасыздар да, мынандай қағыс жасайсыздар. Төмен, жоғары, төмен, не? Сосын, мына екінші саусақпен үстіңгі 7-ні ұстаймыз. Бұған жоғары 2 рет қағамыз. Сонда қосқанда, осылай болады. Одан кейін тағы да төмен, жоғары, төмен, үсті ашық болады. Кейін бас бармақпен 6-ны ұстаймыз. Кейін тағы да ашасыздар, төмен, жоғары, төмен. Одан кейін мына кіші саусақпен 9-шы пернені ұстаймыз үстіңгі. Жібереміз одан кейін. Тағы да төмен, жоғары, төмен. Одан кейін 7. Кейін төмен, жоғары, төмен. 6. Одан кейін 9. Одан кейін 7. Одан кейін 6. Міне, осылай болады. Енді осы жерге дейін бекітіп көрейік қане. Қайтадан 7. Қайтадан 6. Осы жерге дейін. Кейін одан кейін бас бармақпен үстіңгі 4-ті ұстайсыздар міне. Осы жерге келгенде андай қағыс жасайсыздар. Төмен, сосын жоғары 2 рет міне. Қосқанда әрі қарай деген жерге кетеді. Оның бірінші қағысында асты ашық болады, үсті 4-те. Сосын асты 6-ға барады. Сосын 3 рет жоғарға қалады, астын 6-ға қаққанда. Кейін осы алтында мынандай қағыс жасаймыз. Бітті. Енді негізгі әуен кетеді. Деген жерге кетеді. Астынан 6-ны ұстайсыздар, үстіне 4. Дәл солай басындағы сақты төмен, жоғары, төмен қағыс кетеді. Төмен, жоғары, төмен. Сосын тағы да жоғары 2 рет. Осылай. Кейін төмен, жоғары, сосын тағы да. Тағы жоғары кеткенде астыңғы бірінші саусақ мына 2-ші пернеге барады. Осылай кетесіздер міне. Сонда қарағанда. Мынаны ойнадық қой, сосын тағы да. Төмен, жоғары, жоғары бәрі. Міне. Бір жоғарымда қалды, бір жоғарымда кетті. Осылай екеу денеміз. Жасадық. Ары қарай 4-ті параллельно ұстайсыздар. Астыда 4 болады міне. Дәл сол қозғалыс жасалады. Дәл сол қозғалыс дегеніміз не? Қараңыздар міне. Дәл сол жасайды. Төмен, жоғары, төмен. Сосын тағы төмен, жоғары 2 рет міне. И дәл солай барғанда да мына 2-ші пернеге барасыздар. Міне. Осылай 2 рет жасаймыз. Осы енді осы 2 әуенді қосайық қана. Қостық, ары қарай келесі әуен. Та-да-дан-тан-тан-тан-тан деген жері. Деген жері. Міне, астынан 6, үстіне 4 тұрады. Төмен, жоғары, төмен. Сосын одан кейін тағы 2 жоғары бар ғой. Соның бір жоғарысы мында кетеді, бір жоғарысы 4-ке барады міне. Сонда бұлай болады. Бір жоғары мында, бір жоғары мында, бір жоғары мында. Осылай болады. Кейін осыдан кейін бірінші саусақпен 2-ші пернені ұстаймыз. Төмен, сосын жоғары 2 рет. Төменді кідіріс дейміз, сосын
қосамыз. Одан кейін болмаса екі нұсқасы бар осындай, бірі әуенмен, бірі жай осы бір орында тұрады. Осы жерден ала беріңіздер. Бірінші пернені жасайсыздар. Мынандай қағыш жасаймыз. Бір төмен, үш жоғары. Сосын қайдан төмен, сосын екі жоғары. Сонда бұлай болады. Әрі қарай осы жерден бастайсыздар. Бірден бастап, бір төмен, одан кейін екі, төрт ұстайсыздар. Одан кейін төртті параллель ұстаймыз. Кейін алты жоғары кетеді. Сонда бір төмен, үш жоғары кетіп отыр. Екі мен төрт жоғары, төрт параллель жоғары, сосын алты жоғары. Осылай болады. Кейін екі, сосын төрт. Астынан екі, үстінен төрт. Төмен, жоғары кетеді. Әрі қарай деген жері. Алты, үсті төрт. Төмен, жоғары, төмен кетеді. Одан кейін төртті параллель ұстаймыз төмен. Төрт параллель ұстаймыз. Жоғары қағамыз. Сосын төрт. Одан кейін екі ұстаймыз астынан. Олды жоғары. Осылай болады. Бағанағы біріншісі басында ойнаған шәл ұқсайды. Сондай жері. Онда бұлай ғой. Бұлай, амында кетеді. Сосын бірге барамыз. Бірде төмен, жоғары қағылады. Ой жерге дейін бекітейік кәне. Одан кейін деген жері қалды. Бірінші пернені ұстайсыздар. Төмен, кейін төртті параллель ұстайсыздар. Жоғары кетеді. Одан кейін үсті төрт, асты екіде қалады. Жоғары, сосын бір, жоғары. Осылай болады. Одан кейін үстінен төрт ұстайсыз да, асты ашық болады. Ашық қалады. Бір төмен, жоғары кіретсіздер. Сосын мынандай қағыш жасайсыздар. Төмен, жоғары, төмен. Төмен, жоғары, төмен. Сосын төмен екі рет, жоғары екі рет. Сосын тағы да төмен, жоғары екі рет. Міне түсінген шығыстыр, Тан, осы қағыз, одан кейін. Міне осымен біздің бірінші бөліміміз аяқталады деп айтуға болады. Одан кейін екінші бөлім кетеді. Бұл жаңағымыз сағасы жаққа кететін жер. Бұны келесі сабаққа қалдыратын шығармыз. Енді мен басынан бастап бүгінгі үйренгенімізді ақырын темпте көрсетемін. Кеттік. Қараңыздар міне. Негізі кетеді. Одан кейін деп кететін бар екен. Бұл сағасы емес, сағасының алдында тағы бір әуен. Оны келесі сабаққа сағасымен қосып мүмкін жібереміз сабақты. Соны үйренеміз, одан кейін сағасын үйренеміз. Достар, осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.